Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін өте дәмді, жұмсақ болып шығатын кекстерді дайындаймыз. Ол үшін жұмыртқа мен құмшекерді жақсылап құмшекері ерігенге дейін араластырамыз. Бөлме температурасындағы сары май, айранды қосып араластырамыз. Ұнымызды 2-3 бөлікке бөліп, електен өткізіп араластырамыз. Бұл жерде менде 220 грамм ұн кетті. Сіздерде одан көп немесе аз кетуі мүмкін. Айранның қою сұйықтығына байланысты және жұмыртқаның көлеміне, ұнның тығыздығына байланысты сіздерде одан көп немесе аз кетуі мүмкін. Қопсытқышты қосып, ұнмен бірге қосып, жақсылап араластырамыз. Менде ұнның 3-ші бөлігін аз-аздан қосып араластырдым. Бізде қою қамыр дайын болуы керек кекстерге. Енді қасықпен немесе силиконды күрекшемен жақсылап араластырамыз. Міне осындай қою қамыр дайын болды менде. Енді кекстің формаларына қатты толтырмай салып шығамыз. Мұнда мейіз, қамырға сгущенный варенка арасына салып араластыруға болады және жаңғақтар қосуға болады. Бұл жерде мен жаңғақты ұсақтап қамырдың бетіне сеуіп шықтым. Енді 180 градуста қызып тұрған пеште 35-40 минут арасында пісіріп аламыз. Әркімнің өзінің пешіне байланысты пісіп шығады. Менде 40 минутта дайын болды. Өте дәмді, жұмсақ, көрінісі де өте әдемі болып шығады. Сіздерге де дайындап көруге кеңес етемін. Видеоны соңына дейін көрген болсаңыздар, видео ұнаған болса лайк басып, тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Келесіде өте дәмді және жақсы болып шығатын рецепттерді салып тұрамын. Сау болыңыздар.